Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін кәдеден жасалған тіске басар жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз, ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Алдымен кәдені жуып алып, керек емес екі шетін кесіп тастаймыз. Видеода көрсетілгендей кәдені жұп-жұқа қылып, ұзын жағынан кесіп аламыз. Кәдені барынша түзу қылып кесуге тырысайық. Кәдіміз осындай жұқа ұзын болып шығады. Содан соң панировкасына кірісейік. Оған бізге 2 жұмыртқа, ұн және сухари керек. Жұмыртқаны тұзбен араластырып аламыз. Егер жұмыртқа аз болып қалып жатса, үстіне тағы да қоссаңыз болады. Кәдені алдымен ұнға, кейін жұмыртқаға, кейін сухариге батырып аламыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 15 минуттай пісіріп аламыз. Кәдіміз қызарып жұмсарып піскенше салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен қызанақты осы видеодағыдай ұсақ қылып тураймыз. Сосын майонез, сарымсақ, көкшөп қосылған соусты ішіне жағып шығамыз. Қызанақты ішіне салып, әдемілеп, рулетик қылып ораймыз. Осымен біздің өте дәмді тіске басарымыз дайын. Ас болсын!